Hello, boys and girls. Today we have a new lesson, reading lesson. Балалар бүгін бізде жаңа сабақ, оқу сабағы. Ratios and numbers 2. Айлық және сан есімдер 2 тақырыбының жалғасы. Listen and read. Тыңда және оқы. You should read this text and answer the following questions using this text. Бұл мәтінді сіздер оқып, соңындағы сұрақтарға жауап бересіздер. At first, I'll read and translate. Біріншіден оқып, аударып беремін. Teacher, so today's expedition is to find the 10 leaves and name the trees. Мұғалім, сонымен балалар, бүгінгі біздің экспедицияда сіздер 10 жапырақты тауып және оның ағашының атын атайсыздар. J, cool, this should be easy. Керемет, бұл оңай болайын деп тұр. Teacher, find a way back to the team station. In 3 hours, the first team back wins the gold award. Good luck. Кері қайтатын жолды табасыздар команданың станциясына 3 сағаттың ішінде қайтып келулеріңіз керек. Және бірінші келген команда алтын жүлдені алады. Сәттілік. A classmate Drake makes fun of their team. Олардың сыныптастары Drake оларды күлкі қылып тұр. Liam, I hope we get a gold award. Liam айтады, мен ойлаймын, біз алтын жүлдені аламыз деп. Drake, no chance, our team is the best. Ешқандай шанс жоқ, біздің команда ең мықты. They start looking for the leaves. Олар жапырақты іздеуге кірісті. Liam, Lily, what's wrong? You are red. Lily, не болды? Қолың қып-қызыл болып кетті ғой. Lily, I think I got sunburned. My arms are sore. I can carry my rucksack. Lily айтады, мен ойлаймын, менің қолым күнге күйіп қалды. Қолдарым қатты ауырып тұр, мен өзімнің рюкзагымды алып жүре алмаймын дейді. Daisy, I can carry your rucksack, Lily. Give it to me. Daisy, сенің рюкзагыңды мен ақ алып жүрейін. Маған берші. Lily, the last tree, the leaves are really high up. Мынау соңғы ағаш екен, бірақ жапырақтар өте биікте тұр екен. Jake, don't worry, I can climb up. Ашуланбаңдар, қазір мен өзім мініп аламын. Құлады. 5-ші час. Lily, Jake, are you right? Jake, саған не болды? Дұрыс па бәрі? Jake, I can't walk, my knee hurts. Мен жүре алмай тұрмын, мен тізем ауырып тұр. Liam, no problem, Liam, on us. Ешқандай проблема жоқ, Liam. Маған сүйеніп жүретін бол. Jake, you are really late. Now we are never win. Біз шынымен де кешіктік, біз енді жеңе алмаймыз. Drake, my team are the winners. Менің командам жеңіске жетті. I got here first. The others are on the way. Мен бірінші келдім бұл жерге, қалғандар жолда келе жатыр. Teacher, sorry, no. Кешір, жоқ. You didn't work as a team. Сен командамен жұмыс істемедің. Jake's team gets the gold award. Jake'тің командасы алтын жүлдені алады. For helping each other, well done. Өйткені олар бір-біріне көмектесті. Бәрі жақсы жасалды. Your task, сіздердің тапсырмаларыңыз. 8. Read the story, answer the questions, write in your notebook. Мәтінді оқып шығып, келесі сұрақтарға жауап бересіздер. First, what's today's expedition? Бірінші, бүгінгі экспедиция не туралы? Екінші сұрақ, who makes fun of the children's team? Кім өзінің командасын күлкі қылды? 3. Why can't Lily carry her rucksack? Не үшін Лили өзінің рюкзагын көтеріп жүре алмады? 4. Whose knee hurts? Кімнің тізесі ауырып қалды? 5. Whose team wins? Кімнің командасы жеңді? And the next task is sound spot. Дыбыстармен жұмыс. Listen, point and repeat. Шын деп оқылатын сөздер. Мысалы, fashion, mansion, expedition. Fashion, mansion, expedition. Мына жерге сол сөздерді қойып, осы тапсырманы орындап, маған жібереміз. The lesson is over. Goodbye, children.